Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз үй жағдайында тәжірибе жасап көреміз. Мен Жаняның анасы Жаметова Майра және Галимова Жания. Бүгін бізде қандай құралдар бар және таныстырып өтші бүгін. 3 жұмыртқа және 3 стакан су, сосын тұз қажет болады. Сосын не қажет болады? Қасық. Бізге қасық керек болады. Біз қазір немізді бастаймыз тәжірибемізді. Сен бірінші бокалға және жұмыртқаңды салып көр. Салып көр. Не істеді сенің жұмыртқаң, Және? Ой, менің жұмыртқам астына батып кетті. Және көлемі не істеді? Үлкен болып көрініп тұр. Дұрыс, көлемі үлкен болып көрініп тұр. Екінші стаканға біз не саламыз? Тұз. Тұз салып көреміз. Бір ас қасық тұз сал. Саламыз. Бұлға, жақсылап бұлға. Тұз қосты шүріп. Не қостық? Тұз. Тұз қостық. Тұз қостық. Енді мына жерге не істейміз? Екінші жұмыртқамызды саламыз. Сен және мына жерде не байқадың? Біздің жұмыртқамыз не істеді? Суға батпады, орташа жағдайда тұр, орташа деңгейде тұр. Неліктен? Біз өткені суға тұз қостық, жарайсың. Тұз қосқандықтан ол жұмыртқамен тұздың көлемі бір-біріне не істеді? Теңесті. Енді мына үшінші бокалымыздағы суға 3 ас қасық тұз саламыз. 3 ас қасық тұз сала ғой. Жақсылап бұлғай. Жақсылап бұлғай. Тұзы ерігенше. Асыны қоя ғой. Енді үшінші немізді саламыз? Үшінші жұмыртқамызды саламыз. Қараймыз, күтеміз. Үшінші жұмыртқадан не істеді? Суға батпады. Неліктен? Өйткені бұл жерде тұз көлемі мөлшері көп, тұздың мөлшері көп. Осы жерде себебін түсіндіріп кетейікші, және мынаған не қостық? Су және не бар аның ішінде? Жұмыртқа. Өйткені аның ішінде тұз жоқ. Неліктен суға жұмыртқа батты? Өйткені тұзды жоқ, жұмыртқа тығыз, судан қарағанда тығыз. Және сен мына жерде тәжірибеде не байқадың? Бірінші стаканымыздағы суда не бар? Ішінде сонда? Жұмыртқа. Ол не істеді суға? Батып кетті. Неліктен батып кетті суға? Өйткені жұмыртқа судан қарағанда тығыз. Екінші стаканымыздағы жұмыртқа не істеп тұр? Орташа деңгейде батып тұр. Өйткені сен оған не салдың? Бір ас қасық тұз салдық. Молодец. Бір ас қасық тұз салғасын біздің жұмыртқамыз сумен бірге теңесіп тұр, солай ма? Сен үшінші стакандағы суға не салдың? 3 ас қасық тұз салдық. Сондықтан ол жұмыртқа судың бетінде не істеп жүр екен? Қалқып жүр екен. Осымен біздің үй жағдайымыздағы тәжірибеміз аяқталды. Сіздер де үй жағдайында жасап көрулеріңізге болады. Сау болыңыздар.